Кімде-кімнің қолында ата-анасы болса, ата-анасы қартайса, ол адам қуансын. Өйткені ата-ана оның жәннаты, ата-ана оның меккесі. Кімде-кім ата-анасын аялайтын болса, қамқорлығын алатын болса, алдынан кесе кеуілденің өтпейтін болса, тілін қолын тигізбейтін болса, онда ол адам Меккенің қасындағы адам сияқты. Меккеде өмір сүретін, Кағбаға күнде тауап жасайтын адам сияқты. Ата-ананы сыйлау, ата-ананы құрметтеу қажыға барғандан да артық сауап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, бір сахаба кімге жақсылық жасайым дегенде, анаңа жаса деген. Қайталап сұрағанда анаңа, келесі жолда бар әкеңе жақсылық жаса деген. Әсіресе ананың бізге сіңетін еңбегі көп. 9 ай 10 күн құрсағында көтереді. Бізді көтеріп жүрген кезде қиналады. Ашты толғақпенен өмірге келеді. Түн ұйқысын 4 бөліп емізеді. Балам адам болсын деп өсіріп ер жеткізеді. Енді осылай ер жеткізгеннен кейін ата-ананың қарғысын алатын болсақ, Алла сақтасын, онда Алла тағала ашуланбақ. Ата-ананың алғысын алатын болсақ, онда Алла тағала бізге жәннатын нәсіп етпек. Құрметті мұсылмандар, ата-аналарыңыз болса, аялаңыздар, қамқор болыңыздар. Тіпті бір жылы сөз сөйлесеңіз де, жаңағы телефонына тәріп ашып берсеңіз де қуанады. Мынаны балам ашып берді маған дейді. Бір сыйлық әкеп берсеңіз, балам әкеп берді дейді. Сіз сырттан келген кезде үйге жылы шыраймен кіретін болсаңыз, жылы қабақпен кіретін болсаңыз, онда қуанады. Өйткені ол кісілер үйдегі адамдардың қас-қабағына қарап отырады. Егер сіз түнеріп келетін болсаңыз, ашумен келетін болсаңыз, өзін қоярға жер таппайды, өзін артық адамдай сезінеді. Қазақта мақал бар: ексең орасың, берсең аласың дейді. Біз ата-анамызға нені көрсетсек, ересейгенде соны көреміз. Біз ата-анамызды аялап, алақанымызға салып бағатын болсақ, онда ұрпақтарымыз бізді солай асырайтын болады, біздің разылығымызды алатын болады. Егер біз ата-анамызға дұрыс қарамайтын болсақ, онда бұл дүниеде жазамызды аламыз. Бұл дүниеде ұрпақтарымыз бізге соны жасайтын болады. Тек бұл дүниеде ғана емес, ата-анасын ренжіткен адам, ата-анасынан қарғыс алған адам ақыретте де қиын болмақ, тозақ отында қалмақ. Сондықтан құрметті мұсылмандар, қымбатты бауырлар, ата-анамызды аялайық.